Эй, Исраил ұрпақтары! Естерінде болса, кезінде сендерді ауыр азапқа салған Фирғауын әулетінен құтқарған едік. Олар ұл балдарды тірідей бауыздап, қыз балдарды өздеріне күң қылып қорлау үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларынан келген үлкен сынақ болатын. Сондай-ақ естерінде болса, арттарынан қуған Фирғауын мен әскерлерінен қашып келе жатып теңізге тірелгендерінде сендер үшін теңізді қақ жарып барлығынды Фирғауынның қанды шеңгелінен құтқарған едік. Сондай-ақ сендер жағаға шығып қарап тұрғандарында көз алдарында Фирғауын әулетін суға батырған едік. Кезінде Мұсамен 40 түндік мерзімге уағдаласқан едік. Сонда сендер Мұса кеткеннен кейін бұзауға табынып, өз-өздеріңе қиянат жасаған едіңдер. Кейін тәубелеріңе келіп, нығметтеріміздің қадірін түсініп шүкіршілік етерсіңдер деп сендерді тағы да кешірдік. Сондай-ақ естерінде болса, сендер тура жолға түсер деп Мұсаға кітапты Тауратты және Фурқанды, яғни Тауратты дұрыс түсініп басшылыққа алу үшін терең ілім, парасат, ерекше түйсік һәм белгілі өлшемдер бердік. Мұса қауымына: уа халқым, сендер бұзауға табынып, өз-өздеріңе қиянат жасадыңдар. Сол үшін уақыт оздырмай Аллаға тәубе етіңдер де, Алла жолында өздеріңді өлтіріп, яғни араларындағы таухид сенімінен бас кешіп, қолдан жасаған бұзауға табынған азғын дін бұзауларды өлтіріп, мұндай ауыр күнәдан біржолата арылыңдар. Солай істегендерін жаратқанның алдында сендер үшін әлдеқайда хайырлы болмақ деді. Сонда Мұсаның айтқанын істедіңдер. Сөйтіп Алла тәубелерді қабыл етті. Шүбәсіз ол тәуәп, құлдарын тәубесін қабыл етуші, рахим. Әсіресе тәубешіл мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Эй, Исраил ұрпақтары! Кезінде сендер: ей Мұса, біз Алланы анық өз көзімізбен көрмейінше саған сенбейміз деген едіңдер. Сол мезет төбелерінен жай түсті де, сұлап түскен бойда қимылдауға шамаларын келмей, көздерін шарасынан шығып кетердей қарап қалдыңдар. Содан кейін шүкіршілік етерсіңдер деп, сендерді тағы да өліп жатқан жерлерінен қайта тірілттік. Сонымен қатар Тих шөлінде төбелеріңді бұлтпен көлегейледік. Өздеріңе ризық етіп бергендеріміздің адалынан, пайдалысынан жеңдер деп сендерге ризық ретінде мәнні тәттісі мен көдене құсын түсірдік. Алайда олар осынау нығметтердің қадірін білмей, шүкіршілік айтудың орны күпірлік ету арқылы бізге емес, тек өз-өздеріне қиянат жасаумен болды. Бірде оларға: мына қалаға кіріңдер де, кез келген жерінен қалағанша ішіп жеңдер. Қаланың қақпасынан кіргенде сәждеге жығылып: уа Раббымыз, күнәмізді кешіре көр деп айтыңдар. Сонда күнәларыңды кешіреміз. Игілікті істер атқаратын ізгі құлдарымызға берер сыйымызды бұдан да арттырамыз дедік. Алайда ол залымдар қарсығып, өздеріне бұйырылған сөзді басқа сөзбен ауыстырып айтты. Сонда біз бұйрығымызды орындамай өз-өздеріне қиянат жасаған ол залымдардың басына жүгенсіз кетіп күнәға батқандықтары үшін көктен жан түршігерлік азап түсірдік. Бір кездері Мұса қауымы үшін су іздеп Аллаға жалбарынған еді. Сонда біз оған: аса таяғыңмен тасты ұр дедік. Сол сәтте тастан 12 бұлақ атқылады. Әр ру өзінің су ішетін бұлағын біліп алды. Сөйтіп оларға Алланың берген ризығынан ішіп жеңдер. Жер бетінде лаң салып, бұзғыншылық жасамаңдар деп бұйырдық. Эй, Исраил ұрпақтары! Бірде сендер: ей Мұса, біз бұлай бір тамаққа ғана қарап төзіп отыра алмаймыз. Біз үшін Раббыңа дұға ет. Бізге жерден өсетін дәнді дақылдан, асқабақтан, сарымсақтан, жасымақтан, пияздан шығарсын деген едіңдер. Сол кезде Мұса: сонда сендер қайырлы нәрсені одан төмен болмашы нәрсеге айырбастап алмақпысыңдар? Ендеше қалаға барыңдар. Сұрағандарын сол жерден табылады деді. Содан олар қорлық пен жоқшылық қамытын киіп, ақырында Алланың қаһарына ұшырады. Я, солай болды. Өйткені олар
Алланың аяттарына сенбей, пайғамбарларды нақақтан нақақ өлтіретін еді. Иә, солай болды. Өйткені олар үнемі Аллаға қарсы келетін һәм күнә жасауда шектен шығатын. Құранға және Алла елшісіне иман келтіргендер, яһудилер, христиандар және сәбилер, осылардың арасынан кімде-кім Аллаға және ақырет күніне кәміл иман келтіретін һәм игілікті істер атқаратын болса, Раббылардың дәргейінде дәрежесіне қарай әрқайсының алар сауабы бар. Олар үшін ешқандай да қорқыныш жоқ, сондай-ақ олар әсте қамықпайды.